мүмкін құрметті біздің YouTube арнамыздың қонақтары, көрермендері, әдеттегідей алдарыңызда резюме шоу, әдеттегідей болғанда енді ғана бастауын алып жатыр. Жүргізушісі мен Наурыз Рысымов сіздерге өздеріңіздің ойларыңызда жүрген, өздеріңіздің көргілеріңіз келіп жүрген жұлдыздардың өмірбаянынан керемет ақпарат беретін боламыз. Жағаласа бермеш. Жағаласайын да братан. Қазір кедей кепшіліктің бәрі осындай подкаст ашып кетті ғой. Сол кедей кепшіліктен қамайық деп біз де аштық. Байларды шақырамыз да, бірақ. Байларды шақырамыз. Жоқ, сен мен әңгімемді айтып жатқан кезде, біржан, андай жағаласпа да. Сен бірдеңемен айналысып отыр да, мен сөйлеп өзім саған таныстырамын ғой өзім сен. Бірдеңемен айналысып отыр, ажиман есте, жүда кедергіні тегізбеш маған, болмаса салауат айтып отыр айту. Бастап алайын бірінші. Бұл жерде бағдарламаның аты резюме, қазақшасы түйіндеме, сол келген қонақ жайлы бүкіл ақпаратты сіздермен бірге бөлісетін боламыз. Оның ешқандай басынан өткен қызықты оқиғасы бізге маңызды емес. Ең басты қайда жұмыс істеді, не істеді, стажы қандай, сол жайлы кішігірім білетін боламыз. Олай болса кім шақырамыз? Кім анау Шаншардағы Нұрсұлтан шақырайық па? Сырдариядағы ше? Жетісайдағы ма? Иә. Нұрсұлтан, кет. Ассалаумағалейкум. Қалайсың Нұрсұлтан? Жақсың ба? Біздің бағдарламаға қош келдіңіз. Алғашқы қонақтардың бірісің. Жалпы жұмыс істеп көргенсің ба бір жерде? Талай істегем. Сол жерге барған кезде сенен түйіндеме сұрайды. Түйіндеме қазақшасы былай жалпақ тілмен резюме деп айтылады. Қысқаша айтып кетсем бола ма? Чуть-чуть Алматыда охрана болып істеген. Оны алда уақытта сұрайын бәз өзім. Бірақ істегенсің. Осы. Резюме тапсырғансың ба? Алдың күні ма істедім ғой охрана. Әдемі, қазір біз сені алдың күні ма істедім ғой охрана болып. Мән беріп отыр сөздеріме. Или жазылған бойынша сөйлеп отырса да. Арасында күліп отыр. Не деген масқара шоу мынау. Қош келдің, Қош келдің. Оны айтып қойдың, Жалпы мақсатын түсіндіріп алайын, содан кейін тыншыға өтеміз ғой. Белгілі бір мықты жерге жұмысқа келдім деп ойла. Біз сенен түйіндеме, резюме алатын боламыз. Сен нақты жауап беруің керек. Өйткені біздің көрермендерге біз айттық, сол жайлы, актер жайлы барлық шындық айтылатын болады. Жұмысқа алу керек қой паш. Біз сені жұмысқа алуымыз керек, кіруің керек. Мен жазып отырамын, короче. Братан, мені де қосыр. Мынау Біржан, мен біздің офистегі ноутбукты менен жақсы білетін осы. Жақсы терет. Дайын болсақ, онда Біржан, сіз жақсылап бастаңыз, резюмені ашыңыз, Нұрсұлтан жайлы ақпараттарды бірге бөлісетін боламыз. Алғашқы сұрақ аты жөнің. Аты жөнің. Аты жөнім Нұрсұлтан, сен Нұрмахамбетұлы. Нұрмахамбетұлы. Әкесінің атын вообще естімеген екенбіз, Нұрсұлтан Үсен дегенде естігенбіз. Әкем бар. Қаншасыншы баласың еді? Неден қыз, вообще 4-ші мың ғой. Жалпы қанша осындар? Вообще үшеуміз десең. Бесеуміз. Бесеу, сен 4-шісің. Туған жылың, айың, күнің, аты жөнін жаздың ба? Нұрмахамбетұлы дегенді? Қосады братан, ноутбук негізі. Сен әлі қоспадың ба? Қосам едім, қызылын басамын. Сондай емес пе, да? Ашы мұнан бұлай. Ноутбук ба, бірінші көресіңдер, шанау. Қосылды бар. Қосылды ма? Ортқа кірді. Нұрсұлтан Үсенов Нұрмағамбетұлы. Аты жөні. Туған жылы. Айы, күні. 1996 жылы 13 желтоқсан күні дүниеге келген екем. 1996. Өзімдікі ғой, Өзімдікі. Біреудің жылын айтпайын жүр, өзің қабылдап жатырық қой жұмысқа. Не жұмыс? 96-ға құсалмайды бірақ, Не ішке құсаймал? Кәрі көрінесің. Мен сені, брат, 88 деп ойладым десе боламын, өткенде біреу. Тұрс айтқан, негізі сәл кәрі көрінесің, өзің жасыңда қараған кезде. Ұлтың? Организм бәрі полный қазақ, руым Оразкелді, Қоңырат, орта жүз. Жетісай жақтың тумасысың. Оразкелді, енді мұнан қара, Оразкелді, оның ішінде... Мұнаны қара. Оразкелді деген рудамын, оның ішінде Айғұлы деген, Оразкелдің ішінде Айғұлы, оның ішінде кәрісі. Кәрі? Кәрі Айғұлы. Сол кәрі Айғұлы деген түрмеде кеп тұр ғой енді, руынан алыс кетпеген екен Нұрсұлтан.
Ұлты қазақ жаздың ғой. Қазақ. Аты жөні деген жерінде қалып кеттім ғой. Басындағы ол Нұрсұлтан Үсенов Нұрмағанбетұлы, оны жазған жоқсың ба? Сол жерде қалып кеттім ғой. Туған жылы А деген таппай 96-13-01. А деген. Ұлты қазақ. Қазақ. Келесі сұрақ, жанұялық жағдайың қалай? Жанұялық жағдайың жалпы қалай? Қиналып жүрген жоқсың ба қазір? Баймын ғой. Барлығы жетеді. Баймын. Үйленгенсің. Баймын ғой. Айта берсең. Баймын ба? Андай эфирді пайдаланып ше. Үйленген. Жарлы Жақыбайлы деп қысқаша жазылайын. Не қандай? Жарлы Жақыбайлы деп айтқан ғой баяғыда. Байлы. Қалталы деп жазылсашы. Келесі түйіндемедегі неміз азаматтығың қалай? Тоже қазақ па? Азаматтығы Қазақстан Республикасы, ойда бар ма мына мемлекеттің азаматтығын алсам ғой деген жалпы? Жоқ. Ешқандай мемлекетке қызықпайсың? Мен Жақында Таиландқа барып қайттың. Ол жаққа қызықпадың ба азаматтығына? Ол жерде азаматтық емес, басқа нәрсе ауыстырдым. Жыныс десе. Ой, қызбады сені қарап. Азаматтығы Қазақстан Республикасы. Келесі сұрақ, білімің? Білім жоғары. Алдай берсең да бай жоғары. Жоқ, шыны керек, қай жерде оқыдың? Жоғары десе қалай бола ма? Ортаға да келмейді, жоғарыға да келмейді менің білімімше. Университет па, колледж ба, СПТУ ма, не оқыдың сонда? Университет оқыдым. Жоғары ғой онда. Жоғары. Иә, жоғары деп жаз. Мамандығың қандай, негізгі мамандығың? Информатика. Информатика. Беш ноутбугын қай жер істемеді? Мамандығы информатика. Мамандықпен жұмыс жасаған болды ма? Жоқ, мамандықпен былай CSGO ойнаған болды. Мүлдем жұмысқа өміріңе пайда тигізген жоқсың мамандық. Қанша жыл оқыдың? 4 жыл оқыдым ғой универдеген. Өкінбейсің ба? Жоқ. Үйреніп алдым ба? Пайдасы тиіп жатыр ма сол нені? CSGO-дан басқа нәрсеге? Мамандығыңның? Сен тойға шығасың, тамадасың, дұрыс па? Тамадалық сөзге оған қазақ тілі әдебиетті жақсы оқыған, сондай сөз саптауы жақсы болу керек. Оған қабілетің бар тамадалыққа. Сахнада күлдіру жағына, сахна өнеріне, актер сызбаға қабілетің бар. Неге пайдаланып жатсың? Не үшін оқыдың оны? Информатиканы ма? Вдруг өліп қалсам. Вдруг жаңағыдай үйде жаңағы мошенничествомен айналысуым мүмкін, ноутбукпен, компьютермен, білмейсің ғой, тамадалық вечный емес, сахна вечный емес. Мынау енді ноутбукпен әйтеуір бірдеңе істеуге болады. Бірақ ноутбукты әжептәуір шәрт етесің. Иә, кәдімгі бүйтіп аша аламын бетін. Теру жағын қалай? Иә, тердік қой кезінде, талай мақта тердік қой. Сіз Жетісайдың адамдарына теру қиынға соқпайды екен. Братаннан жазып үлгере алмайды екен, сәл жай. Иә, жоқ, білімі жоғарғы деп жазып қоя сал. Диктофонға басып отырасыз сен. Сөйтем ол братан, үлгере алмайды, бір бөле тойға шығасың, оның бәрін жазып. Жоқ, оны білімі дегенге жоғары деп жазып қой. Университетте оқығанда бір жоғарғы мошенник деп қойды. Мошенник жазба? Жоғарғы болды. Қызмет еткен орындарың? Біреуі охрана. Охрана? Күзет. Қай жылдар ол? 2016 вышкіде ойнап жүрген кезде. Танымалсың? Иә, жүптер. Танымал охранамын ғой. Қай жерде болдың? Алматыда. Алматыда? Онша ұямайды ғой, біз Шымкентте болмаса. Жоқ, Алматыда болды. Есіктің алдында тұратын осындай кәсіп шалбар киіп адамдар. Бір элита охрана болсын да, кәсіп шалбар болды әйтеуір, иә. Бірақ ол енді жазда болды ғой, в основном күн, короче, Алматыға барам, Абзал Жамосынов бар ғой. Танимын, иә. Сол кісіден костюм алам, костюм шалбар. Костюм шалбарым жоқ, охрана болуға, датаға. Құр күзетуге ғана барғам ғой. Тек күзетем десе. Үйден өзімді ғана алып шыққам ғой. Сөйтіп Абзал Жамосовтан костюм шалбар алдым да. Охрана біткеннен кейін жұмыс біткен, қайтам шықпай сөз тастап кетем дедім. Болды деді. Мен күнге тастайтын, күн түсіп тұратын жерге ше. Костюмі осындай болып кеткен ғой, қара костюмі. Бұл өзі сары костюм деген. Жоқ, негізі да ана сарғайып кеткен. Иә, датаға күн өтіп кеткен. Мен ердім да таксиге отырып кетті. Отырып кеткенге дейін ана қарап тұрды ғой костюм.
Қанша уақыт істедің? 2 ай істедің ба? 2 ай істедім, иә. Күзге дейін істедім да. Тек охрана болып істедің ба бұл уақытқа дейін сонда? Енді Басқа жұмыс істемедің? грузчик сондай. Былай айлық алатын, пенсионға жазылатын, сол охранник қана ма? Охранникта да жүрмеген жер? Жүрді охранник. Жүрді ме пенсионға? Пенсионға жүрді. Айлығымнан, пенсионкімнен көп пайда таптым ғой жерде. Енді Чунгенский екенімді тағы білдірттім да. Левый ма? Иә. Не істейсің сонда? Анау бизнес-центрдің охраннигімін ғой. Стоянкасына бір 5 машина қояды максимум күніге. Негізі ол жерге 30 машина сыяды. Мен 3 теңгеден кіргізіп отырамын бұл машиналарды, анау кино театрға, зданияға келгендерді ше. До того кірісіп кеткен соншалықты саудаға. Бір күні полный охранниктің басшысы келген ғой, оны біз танымаймыз. Кіргізерші дейді мен. Содан ақшамсыз ба? Иә, сен кімсің деді. Мен ашин адам кіргізесіш, 3 теңге бер кіресің деп 3 теңге алып Жұмыстан шығып кеттің де? жоқ. Мынау не деген деді, анау ше охранник. Мынау таза екен деді, менен ақша алды деді. Охранниктің бастығы ол. Иә, охранниканың главный кісі. Қаты кезі. Ең ұзақ еңбек еткен уақыты 2 ай сонда, е? Дұрыс қой? Иә. 2 ай стажбен жазып, стажы 2 ай. Андай, мұқаты бар үй бола ма, братан? Төбеде тұрады ғой, не бүйтіп бассаң шығады. Не ғой, дауысты дұрыс қой. Кәдімгі үй да? Мынандай құйрығы бар үй. Қысқа үй. Ноқаты бар дейм ма? Қысқа үй. Сен натура білмейсің ба, е? Білмеймін ғой, братан. Басқа біреуді алу керек еді сен басыңа. Сәт сабырдыңыз енді. Келесі жетістіктерің қалай? Жалпы өмірдегі, жұмыстағы. Жетістіктерім сол Лондонда Олимпиада чемпионы болдым. Жоқ, біз деяқа жазып жатырмыз. Иә? Ертең керек болады өлгеннен кейін. КВН-дегілерді айтайын ба, или басқа нәрседен мен сен жетістікке жеткенін көрмегенмін. Да? Сен андай да жетістіктерін түзіп кет. Жайдарманда 2017 жылғы чемпиондар. Қытайның чемпионы. Қытайда 20-шы ма? 19 ба? 20 жылғы Қытайның чемпионы. Және де бұлай неде ұнайт шоудың резиденті. Та қандай жақсы халыққа көрінген жерлерің бар? Актер. Актер, кинода актер. Қай кино екенін айтып кетсең. Не ғой? Аватар. Не болып ойнадым ғой? Су. Айтпақшы, не ғой? Эксклюзив құдай қалса 6-шы наурыз кинотеатрларда. Жетігүл фильмі шығады. Сізде қыз көп қой, ә? Күшті семьяңызбен барады. 3 қыз, 3 гүл менде. Келесі сұрағымыз тілді меңгеру жағын қалай? Қанша тіл білесің? Менде 3 қазақша, орысша, өзбекше. 3 тіл? Иә, 3 тіл. Ағылшынша демей қойын. Оны білмейсің. Hello, goodbye деп білесің? Таза 3 жыл деген ше. Сасқалақтап отырсаң да, не айтқаныңды білмей. 3 тіл. Орысша что-то палья болып тұр. Орысша тексеріп көресіз ба, братан? Давай. 2 тіл ау негізі өзбекпен? Өзбекке жақын ғой енді бұлар. Өзбекстандықтан шүбә жоқ шығар. Өзбекпен мен жазбаймын, пока қазақпен. Мен орысшадан екеуіңнен де күмәнданып тұрмын. Қызыға не қоясыңдар маған орысшадан? Жоқ, біз қоймаймыз, өзі орысшалап бір құттықтау айтшы мысалға. Здравствуйте, дорогие друзья. 2 тіл дей сал. Здравствуйте деп шықты ғой бірден. Негізі орысшаң жақсы ма? Жақсы. Қиналмайсың. Без акцент сөйлеп Айтсын тұрады. до конца. Без акцент. Бұдан ары қарай немізді, сұхбатымызды біз қазақша қояйық, онда сен орысша жалғастырып отыр. Давай. Давай. Давай уже орысша. Пайдасы тиді ме орысша білгенің? Конечно. Қай жерлерде қатты пайдасы тиді мысалға? Много. Қысқа. В 2016 году я в Алмате работал в охраннике, да, там много русскоязычных человек приехали к нам, там стоянка, парковаться машина, да, гости примерно, да. Ну, там я... 2 тілде жаза салайық па? Нормально ма? 2,5 тіл дейміз. Орысшаға айтыр, өзіне керекті заттарыңды сұрап ала аласың орысша. Енді бір жерде жаман торып қалғаным бар енді. Бір орыс
кірді да мен. Ол таза жұмыс, бизнес-центрде жұмыс жасайды. Сен орысшалап айтып отыр. Сен біздің ана жұмыс жасамайтын адамдарды да кіргізіп парковкаға тығыз жергесін ғой, өзіміз машинамыз қоя алмай жатырық дегенді орысшалап айтып отыр да ол. Түсініп тұрсың бірақ. Иә, түсініп тұрмын. Неге на месте аударылыпты да, иә. Неге етесіз деді да. Мен не дедім мен, короче, бір сөзді 8 рет па айттым ғой. Ақшап тұрсың ба? Иә. А что деп тұра берген ма? А что деп. Ана күлпашта бәкең ұқсап. Ну и что? Жеке қабілетің қандай? Келесі сұрақ. Тілде 3 деп жаза бер. Қазақ, орыс, өзбек тілі. 3 мемлекетте де қиналмай жүре аласың. Әдемі 3 тіл. Жеке қабілетің қандай өзіңнің бойыңдағы? Мысалға, жұртта жоқ қабілет. Қандай қабілет сенде бар сияқты? Менде ма? Жағымпаздық болсын. биязы кісі сияқты ол. Иә, бұлай көңілді деген сияқты. Жұртта онша жоқ. Менде ғана болмаса да сирек кездеседі. Мен өзімде осындай қабілетімді байқаймын. Жеке қабілетім қандай қабілет? Сенікін сұрап адамын. Жоқ енді, мысалға деп айтып отырсыз ғой сіз өзіңізде қандай? Ну, пунктуальныйсың ба? Оу, нет. Это антоним уже. Пунктуальность деген енді Жоқ. Көп жерде кешігіп барам. Жоқ, бірақ бізге сағат 8-ге шақырдық, сен кәдімгі пунктуальный болып, 7:50-де осы жерде болдың сен. Сен азанға шақырмадың ба оны? Мен жерде өтіп бараттым да кіріп. Пунктуальность жоқ. Театрлар ұқсап айтады. Мен өтіп бараттым кіріп кеттім. Пунктуальностьке жоқсың. Пунктуальностьке жоқпын. Қабілетім енді андай. Жоқ, ол қабілетім ба, минустарым ба? Екеуі де жататын жер қабілетім. Қабілетім дегенде мен енді көп нәрсеге жаңағы икемдімін. Иә, қорғанға мені. Жаңағы құлауға икемдімін. Жұмысқа, қара жұмыс, андай жұмысқа. И әңгіме, и ойындар айтпақшы. CSGO, PlayStation, бильярд, не бар. Настольный теннис, футбол. В общем, спортқа қабілетің жақсы. жақсы. Барлығына, өйткені любой ортада, брат, ойнай алмаймын деп айтпайсың да, анаған ыңғайсыз болмайсың, кеттік деп кете бересің. В общем, не керек жігіттерге демалысына не ыңғайлы, соның барлығынан қабілет. Өмірлік мақсатың қандай дейді келесі сұрақ. Көрермендерге келіп жатыр екен дейсіздер. Неге резюмеге толықтырып жазу керек? Өмірлік мақсатың қандай? Бір ұстанымың бар ма? Мен мынандай, өмірлік мақсатым мынандай. Дұрыс жаңағыдай әке болу. Тұрын қарасайсыз, негізі. Енді өзімнің жұмысымды табу, жаңағыдай қолға алу, соны жаңағыдай өзіме ары қарай бала-шағама дейін асырайтындай, бір күнкөріс жасайтындай жағдай жасау. Игеріп алу, өзімнің жақсы көретін жұмыстарымда. Жаңағыдай кино, сценарий. Алдағы 3 жылдықтағы мақсатыңды айтып берші. Құдай қаласа, 3 жылдан кейін осыны көріп отырып, мен осы кезде үйтіп айтқан едім, 3 жылда соны жасаттым ғой деп айтып. Құдай қаласа, 3 жылда, иншалла, Алла қаласа, камераға айтып тұрдым. Жақында үй алдық қой домнан, енді коттедж, жер үй, машина, нормальный жұмыс. Сен маған құсап келетсің. Маған қызығатын сияқтың сен. Сондай 3 жылдық планым осы. Коттедж, жақсы көлік и тұрақты жұмыс. Тұрақты болғанда бір мемлекеттік емес, өзіңнің осындай бір жұмысыңды табу. Охрана болса да. Өмірде дұрыс із қалдыру деп қысқаша жазылайын, Мақұл. Қысқаша ма? Келесі резюменің сұрағы дейді, қоғамдық жұмыстарға араласасың ба? Иә. Белсене араласам. Мысалға, қашан араластың? Өтірік айтатын кезде өстіп қаласың ғой. Сенбілікке шығу. Иә, субботник қой, сенбілік. Орысшаға жақсы екен. Жарайды, және көмектесу, жаңағы үлкен кісілерге деген сияқты. Ол қоғамдық жұмысқа жатыр. Жоқ, андай. Біреудің үйіне барып 10 майда. Сондай. Ардагерлерге алдында 9 майда ардагер атамыздың үйін тазалап, не істеп, 5-6 айда үйінде жатып
Квартира таппай десе, ол саған көмектескен сияқты ма атаң? Және де соңғы сұрағымыз, резюмені осыдан өтіп кетсең, Құдай қаласа жұмысқа қабылдаймыз деген ойдамыз. Не жұмыс екенін айтпаңыз. Айтпаймыз, не жұмысын, ол тосын сый болсын сізге. Бірақ дайынбыз не болса да. Иә. Әлеуметтік желіде, қай желіде белсендісің? Мен ба? Инстаграм. Жоқ, аккаунт жоқ менде. TikTok ашпағасың. Белсенді деген типа анандай братан пост жиі сап тұрасың деп отыр. Мана да айтып отыр. О негізі түсініп жатсың ғой братан, Иә, түсініп отырмын, брат. Не болды? Түсінбес деген. Түсінбесе түсіндіреш деген. Тек Instagram қолданасың и WhatsApp. Иә, Инстаграм, ВК-ға да кіремін. Әлі ма? Әлі кіремін. Өйткені кино қараймын. 38 минуттық кинолар болады қызық. Кәрісін егір деген. Жоқ, музыка, нелер, қазір анау Россияның нелер передачалар полный ВК-ға өтіп кетті ғой. Қысқаша. Болды, резюме полный жаздың ба? Әлеуметтік желіде Instagram деп жазыңыз. Қоғамдық жұмыстарға белсене араласады. Өмірлік мақсаты, 3 жылдық мақсатын айтты. Үй, машина және жұмыс, тілден 3 тілді жетік меңгереді. Жетістіктері чемпион және де кино актері, Онайчоның резиденті, басты резиденттерінің бірі. Инстаграм деген жерден айтыңызшы. Аха, былай қазір неде жазып аламыз. Кәсіби тәжірибесі 2 жылдық стажы бар. Қызмет еткен орындары охрана. 4 тіл дейсіз, брат. Қай тіл бар екен дағы? Табам ғой өз бір тіл. Қарақалпақ. Қазақша келеді сен. Білімі жоғары, азаматтығы Қазақстан Республикасы. Ғашықтың тілі деген Давид бар. Жанұялық жағдайы үйленген, жағдайы доп, ұлты қазақ, туған жылы 96. Қалталы дегенді ұмытпайсың ғой, брат. Аты жөні Қалтасы көп деп жазып. Нұрсұлтан Үсенов Нұрмахамбетұлы. Лақап атыңыз? Нұрик дей ма қалай? Нұрс дейді. Нұрс лақап Одан аты. алдын шал дейтін. Кейін өсе келе жасардым ғой. Шал деген қазір ешкім айтпай кетті. Байқасыз ба? Уже негеде Өйткені бұл кісінің деңгейі өсіп кетті ғой қазір. шал деп айту. Пикас шығып кетті ғой. Қоянбаев десе осы кісі еске түседі. Нұрс деген жақсы ғой негізі. Шал деп бірақ класстастарың айтатын Иә, шығар. сөйтіп жоқ, қазірде айтпайды енді. Шал деп сол папа, мама айтады. Дамашкіге датаво қазір жайдырмашылар таласады ғой осы кісіге. Жұлдыз ойын шыға ма? Мен жағымпаздан отқан байқалатсың ғой братан. Ол шын факт қой. Биыл бұлар жоғары лигада ойнайды Құдай қаласа. Соған алдын ала сабын жақып кетіп жатқан ғой. Ойнап қаламыз. Иә. Иә, Нұрсұлтан, рахмет. Командада ойнайық та брат. Резюме деген бағдарламамыз өз мәресіне жақындаған сияқты. Сіз туралы керек ақпараттың барлығын алдық. Алдағы уақытта шығаратын боламыз. Алдағы 3 жылдық емес, өмірлік жолыңызға, мақсатыңызға аман есен жетіңіз. Жақсы доспын семен. Ағалық ақылымды айтам. Осындай әйтеуір Құдай қаласа, істерінің бәріне тілекшімін. Ана жерде немде бар? Анализімді де әкелдім. Анализ керек емес. Үлкені. Банкіге салып. Иә, литр. Саған тілек айтып жатырмын негізі. Қабылдап жатсың ба дейді. Иә, рахмет. Күшті әдемі екен, қысқа нұсқа. Өте қысқа. Жалпы андай құры бүйтіп подкасттарға барасың ғой енді, әңгіме қалмай жатыр да уже ше. Өткенде де келіншекпен бардық. Енді жақсы подкасттар болып жатыр, но уже барған сайын әңгіме қалмай жатыр да. Мынада рахат ойдан әңгіме құра батпайсың жаңағыдай. Өзіңде бар стилі басқаша, иә. Бар нәрсені айта бересің. Күшті екен. Ерекше. Пікір қалдырғаныңа рахмет. Келесі кездескенше дейміз. Құдай қаласа, аман сау болыңыздар. Қабылдандым ғой жұмысқа. Жолығып тұрайық, жұмысқа қабылдандыңыз. Сіз туралы ақпаратпен таныс болдық. Аман сау болыңыздар. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Өздеріңіз көргілеріңіз келетін, осындай жұлдызды қонақтар болса, астына комментарийға жаза кетіңіздер. Ұнамаған жерлерін, түзететін жерлер болса, бір ауыз айтып, мына жерін бітсеңіздер деп ой қоссаңыздар да болады. Сіздердің ойларыңыз біз үшін үлкен маңызды. Бір-бірімізді санасып керемет жетістіктерге, жақсы биіктерге бірге жетейік. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар. Жоқ, қанша. Ойнан да отырыңдар. Сүйсі, банкедегілер, ол бәрі